Сәлеметсіздер ме? Біз бүгінгі сабақта циклдік операторларды қарастыратын боламыз. Жалпы цикл дегеніміз бір әрекеттердің бірнеше рет қайталануын біз цикл деп атаймыз. Циклдік операторлардың екі түрі бар. While циклдік операторы және for циклдік операторы. While циклдік операторы шартқа байланысты орындалады. Егер шарт орындалса, онда операторлар цикл бойымен орындалып отырады. Ал егер шарт орындалмай қалған жағдайда, онда цикл денесінен шығып кетеді. Ал for циклдік операторы ол шартқа байланысты орындалмайды. Ол қадамға байланысты орындалады. Мысалы, for циклдік операторының бастапқы мәні, соңғы мәні немесе қадамы берілуі мүмкін. Сол бойынша for циклдік операторы цикл бойымен операторларын орындап отырады. Енді осы for циклдік операторына мысалдар қарастырайық. Мысалы, жаңа сіздерге айттым мен, for циклдік операторы шартқа байланысты орындалмайды, оның қандай да бір аралығы болады деп. Ол аралықты біз range операторының ішіне жазатын боламыз. Мысалы, қазір менде i аралық бастапқы мәннен және range операторы 11-ге дейін деп тұр. Бұл дегенім 0 менен 10-ға дейінгі сандарды экранға шығаратын программа. Мына жердегі n тең болады деп отырған, осы шығаратын сандарды тізбектеп бір жолға шығарып беретін форматы. Енді осыны экранға шығаратын болсақ, бізде экранға 0 менен 10-ның аралығындағы сандарды шығарып берді. Ал егер де мен былай беретін болсам, бастапқы мәнін және соңғы мәнін 11-ге дейін болатын болса, онда ол 10-ға дейінгі сандарды қабылдайды. Және үшінші мәнді, үшінші санды жазатын болсам, онда ол менде қадамды шығаратын болады. Бірінші қадамды шығармай, былай көрсетейін. 1 менен 10-ға дейінгі сандарды былай шығаруға болады. Міне бірде 1 мен 10-ға дейінгі сан аралықты шығарды. Енді қадам бойынша шығаратын болсақ, онда біз үшінші санды қосатын боламыз. Мысалы 2. Бұл жерде 1 менен 10-ға дейінгі сандарды 2 қадам бойынша секіріп шығарады. Яғни 1, 2 қадам секіреді 3, дәл осылай жалғасып 5, 7, 9 деген сандарды шығарып береді. Бұлай қарағанда тақ сандар ғой. Енді сіздерде сұрақ туындап отырған шығар. Осы сандар тізбегін кері ретпен қалай шығаруға болады? Ол үшін кері ретпен мысалы 10-нан 0-ге дейінгі сандарды шығаратын болсақ, онда 10, 0 дейміз соңғы мәнін, және үтір қадамды -1 деп береміз. Осы кезде бізге экранға сандарды кері ретпен шығаратын болады. 10-нан 1-ге дейінгі сандарды. Енді біз осы 1 менен 10-ның аралығындағы сандардың арасындағы тақ сандарды шығарайық. Ол үшін бізге шарт қажет болады. If i аралығымыз біздің 2-ге бөлгенде i аралықтағы сандарды оның мәні 1-ге тең болатын болса, онда бізде бұл тақ сандарды береді. Онда бізге экранға ол тақ сандарды шығару керек. Міне бізде тақ сандарды шығарды. Мана біз дәл осы тақ сандарды қадам бойынша шығарып едік. Мына жерге 2 қадам деп жазып. Енді біз мынаны шарт бойынша, яғни тақ санның шарты бойынша шығарып тұрмыз. Енді жұп сандардың шартын жасау үшін, ол үшін 2-ге бөлгендегі қалдығы 0-ге тең деп аламыз. Осы кезде бізге жұп сандарды шығаратын болады. Міне бізде жұп сандарды шығарды. Енді біз осы 1 менен 10-ның аралығындағы сандардың арасындағы қосындысын және көпейтіндісін тауып көрейік.
Ол үшін бізге S мәні керек болады. S мәнін біз 0 деп аламыз. Алғашқы мәні өйткені кез келген санға 0-ді қосқанда сол санның өзі шығады. Және пи тең болады 1 деп аламыз. Өйткені кез келген санға 1-ді көбейткен кезде сол санның өзі шығады. Сондықтан да алғашқы мәнді пи мәнін, көбейтіндінің мәнін 1 деп алатын боламыз. Енді біз жазайық формуламызды. S тең болады S қосылған I. Және бізде табу керек пи тең болады пи көбейтілген I болады. Және бізде экранға шығару керек. Бізге end керек емес, астасына шығарамыз. Бізде сәйкесінше экранда көрініп тұрсын, апострофтың үстіне S тең болады үтір S дейміз. Бұл кезде бізге S шығады. Қосындының мәні 1 менен 10 аралығындағы сандардың қосындысы. Және мына жерге пиді жазамыз. Яғни көбейтіндісін шығаруымыз керек. Программа нәтижесін көрейік. Міне бізде көріп тұрғандарыңыздай S-тің мәні 55, пи 1 менен 10-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі 3.628.800 деген санды шығарып берді.